Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақ кестесіне байланысты сабағымыздың тақырыбы трансформаторлар және оның түрлері. Электроэнергетика саласында трансформаторлар ерекше қолданысқа ие екенін білеміз. Сондықтан бүгінгі сабақта трансформатордың түрлері, қолданылуы, құрылысы, жалпы трансформатор дегеніміз не тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты трансформатор жөнінде толық мәлімет беріп оқушыға ұғындыру. Трансформаторлардың қызметі және құрылысы. Трансформатордың түрлері. Жалпы трансформатор дегеніміз кернеуді арттырып төмендетуге және ауыспалы ток түрленуге мүмкіндік беретін қарапайым құрылғы. 1878 жылы орыс ғалымы Яблочков трансформаторды ең алғаш рет ойлап тапқан. 1882 жылы орыс ғалымы Усагин трансформаторды толық жетілдіріп шықты. Жалпы трансформатордың құрылысына келетін болсақ, трансформаторда екі бөлшектен тұрады: магнит өткізгіштік және екі орамнан тұрады. Бірінші орамы ток көзі келетін орам, екінші орам ток көзі тұтынушыларға беретін орам. Бұл екі орамды бірінші рет және екінші рет орандалады. Мына жерде сулада трансформаторның құрылысы көрсетілген. Бұл жерде трансформатор 7 бөліктен тұрады. Бірінші кеңейтілген бак, екінші оқшаулағыш, үшінші трансформатордың өзекшесі, төртінші трансформатордың бак қақпағы, бесінші салқындатқыш, яғни радиатор, алтыншы төменгі кернеулі орамы, жетінші жоғарғы кернеулі орамы. Бұл трансформатордың құрылысы. Ары қарай бізде трансформатордың түрлері көп. Сондықтан біз қолданысқа ең көп ие трансформаторлармен танысып аламыз. Бұлар күштік трансформатор, автотрансформатор, электр трансформатор, ток трансформатор. Күштік трансформатор. Күштік трансформатор деген қайда қолданылады? Күштік трансформатор мысалға электр энергиясын өндіретін өндіріс орнынан электр энергиясын тұтынатын тұтынушыларға жеткізу үшін бізге ең бірінші күштік трансформатор қажет болады. Күштік трансформатордың бір фазалы және үш фазалы түрлері шығарылады. Оның үш фазалы түрі көп қолданысқа ие. Не үшін көп қолданысқа ие деген сұраққа келетін болсақ, үш фазалы трансформатор 15-20% мөлшерде шығынды аз шығарады. Сондықтан бұл көп қолданысқа ие. Келесі, мынау бізде күштік трансформатордың қарапайым сұлбасы. Келесі, бізде автотрансформатор. Автотрансформатор электрлік және электромагниттік байланыстағы бастапқы және қайталама орамалар тікелей қосылған трансформатор. Автотрансформатордың орамасы әртүрлі кернеулерді алуға болатын кем дегенде 3 байланыстан тұрады. Автотрансформатордың артықшылығы жоғарғы тиімділік, төменгі салмақ пен өлшемдер және аз шығындар. Мінекей автотрансформатордың сұлбасы. Келесі электр трансформатор. Электр трансформатор электр энергиясын алу және пайдалану үшін қолданылады. Сондай-ақ электр желілерінде және электр қондырғыларында электр энергиясын айырбастауға арналған трансформатор. Оның да сұлбасы бар, бұл міне электр трансформатор. Келесі ток трансформатор. Ток трансформатор ток көзімен жұмыс істейді. Ток трансформатордың негізгі орамасын өлшеммен айнымалы ток бар тізбегі қосылады да, ал өлшеу құралдары қосалқы тізбекке қосылады. Ток трансформаторының қайталама арқылы ағып жатқан ағымы түрлендіру коэффициентіне бөлінген бастапқы орамдағы токпен тең болады. Сондықтан бұны ток трансформаторы деп атаймыз. Мінекей ток трансформаторының сұлбасы. Ал оқушылар бүгінгі сабақ бойынша трансформатордың түрлерімен танысып өттік. Негізі трансформатордың түрлері өте көп.
Сондықтан келесі сабақта басқа да түрлерімен толығырақ танысатын боламыз. Сіздерге үй тапсырмасы: трансформатор дегеніміз не? Трансформатордың қызметі. Трансформаторлар қандай салаларда кең қолданыс тапты? Электр энергиясына елеулі орын алатын қондырғы. Трансформаторлардың түрлері және айырмашылықтары. Осы сұрақтарға жауап береміз. Сау болыңыз.